Анжела, өтініш, шығарып бере салшы. Анжела, балдар сұрап тұр ғой, шығарып бере салайықшы. Жоқ дедім, ой, неге қоймайсың? Анжела, өтініш шығарып берекші, доспыз ғой, сұрап тұр ғой. Я, біз екеуміз досыз, бірақ ренжіме, мен бұзық балдарға есеп шығара алмаймын. Ана, мен жапқас болып тұр. Апай, маған бір белеш беріңізші. Маған да бір белеш беріңізші, апай. Мә досым, мен мектепке осы белешиді ғана жеуге келем. Әрі тәтті, әрі арзан. Осы мектепте 60 теңге, мен 65 теңге ала бертен, әрі тәтті. Қысқасы, жігіттер, мектептегі жағдай осылай. Іске кірісу керек. Жігіттер, тоқтаңдаршы, мен сендермен келіспеймін. Сонда біз адамдарды алдаймыз ба? Ama мектептің артындағы дүкенде бір күнге 700 теңге береді екен. Соған барып коробка тасиық. 700 теңге? Таусоғар, менің бір күндік тамағыма 800 теңге кетеді. Мен ұсқа кіріп кетем ғой, ойласаң сен мен. Тоқшылық, осындай кезде ақылды болмай-ақ қойшы. 700 теңге деген қазір ақша ма? Мегамос, жалғастыра бер. Неден бастаймыз? Қазір интернетке хабарласып, мысығын ақысына қарап бере алатын айтайын. Тоқта, сыныптасымыздан ақша аламыз ғой, ұят болады. Бизнесте, достар, достық жоқ. Мен бәрін ойластап қойдым. Үндеме. Алло? Әлі, сәлеметсіз бе? Бұл жануарларды қорғау. Кешіріңіз, жануарларды қорғау агенттігі. Біздің қызметкеріміз қазір сіздің үйіңізге барып, мысығыңызды қарап бере алады. Ақысы бар жоғы 2000 теңге. Жақсы болды ғой. Мекен-жайды жазып алыңыз. Нұрлытан көшесі номер... Нұрлытан көшесі 55-ші үй ғой. Мен мекен-жайым қайдан біліп тұрсыз? Ренжімеңіз. Біздің ұйымда мысығы бар үйлердің тізімі бар. Содан білдім. Даусыңызда таныс болып тұр. Жарайды, рахмет сізге, олаймыз. Сау болыңыз. Күтем. Шешілді. Нұрка, сен қарайтын адам таптық. Күйсо. Абайламаймыз. Сәл болмағанда ұсталып қала жаздадық қой. Қайтем енді? Интернет екеуміз бір көшеде тұрамыз емес пе? Жарайды, бұл мәселе шешілді деп айта берейік. Бірақ енді интернеттің үйіне басқа бір мектептің баласы жіберу керек. Оны не істейміз? Оған беретін ақша 200 теңге. Таза пайда 1800 теңге. Кімде қандай таныс бар, жігіттер? Менде бір таныс бар. Сен оған сенісің бе? Ендеше келістік. Келесі мәселе. Асханадағы беляши 60 теңге тұрады. Оның құрамында 200 грамм пияз, 50 грамм қой еті. Бізде уақыт тымас. Демек, жігіттер, асханадағы барлық беляшиді сатып аламыз да, басқа оқушыларға 100 теңгеден сатамыз. Бірақ бұл іспен кім айналысады? Жігіттер, тамақ жағын маған қалдырыңдар. Бәрін өзім қатырам. Ал Анжеламен кім сөйлеседі? Анжеланы маған қалдыра бер. Анжелаға есеп шығарып берген үшін беретін ақша 100 теңге. Басқа балаларға есеп құны 300 теңге. Осымен барлығы бөлінді дел. Ал мен не істейін, жігіттер? Бұғалтыр, бүгін кешке сен 10 мыңдар ашыларды санауға дайындала бер. Естеңде болсын, жігіттер. 24 сағат жұмыс істеген адам емес, менімен жұмыс істеген адам бай болады. Ендеше не тұрыс? Іске сәт, кет! Көзілдірік, шыға тұрш, Анжеламен сөйлесуім керек еді. Мегамозг, айта берші, бәрібір Анжеланы менен жасыратын ешнәрсе жоқ. Сен мені түсінбедің, Көзілдірік, мен Анжелаға іске әлі шығамын депті. Көзілдірік, қазір шығам. Айта берші, не шығамын деп? Сәлем, Анжела, қалайсың? Қандай есеп шығарып жатсың? Үй жұмысын. 20 теңге. 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 20 тең
Не ғой Анжела, сені математика апай мақтап жүреді. Маған да осы үйретші математикаңды. Қаласаң, 100 теңгеңді берейін. Ой, ақшаның керегі жоқ. Үйретем ғой. Ой, дұрыс болды ғой. Бірақ келесі сабақтан бастап берейін, иә? Бұл жолы көшіріп алсаңшы. Жарайды, көшіріп алшы. Рахмет. Рахмет, Анжела. Міне 100 теңге. Ақша бергеннес, ақшаның керегі жоқ. Анжела, бизнесте еңбек бағалану керек. Не дегенмен де біз екеуміз серіктеспіз ғой. Рахмет саған көп-көп. Кімді ақмақ қылып жүрсің? Анжелаға 100 теңге беріп, бізге есепті 300 теңгеге сатып атқаныңды білмей қалады деп ойладың ба? А? Әткел бер жинаған ақшаңды. Болды, такада. Ренжімендеші мен білмедім, шын айтамын. Енді қайталанбасын. Сәлем, интернет қалайсың? Өз сәлем Таусоғар. Жақсы, өзің қалайсың? Апай белеші бар ма? Белеші қалмады жүр. Апай белеші бар ма? Белеші жоқ, бүгіндікке қалмады уже. Міне жатып қойма белеші жоқ деп. Апай белеші бар ма? Апай белеші бар ма? Ертең болады. Беляши, 100 теңге, беляши, ке. 100 теңге. Алсыма беляши. Беляши. Келеміз қыздар, 100 теңгеден беляши бар, беляши. Мұналардың бәріне не болған бүгін? Беляши берем, 100 теңге келін аласың ба? Беляши, кел. 100 теңгеден, 100 теңге. Ей, тоқта. Ана жақта не болып отыр? Нақ барлығын кетіп баратсыңдар. Өз белешін сатып отыра берсең. Қап, сен емес өткен. Интернет не ғой сен мысық күтушін күтіп отқанын білем, бірақ та ол бір-екі себептермен келе алмайтын болды. Я білем, Зуткин айтқан. Зуткин? Қалай осыған келдің ма не? Сені алдыңда ғана келіп кеткен. Ой, Зуткин қайдан жүрсің? Сен историясында көріп, Таусоғар екеуміз сен мысына қарап беретін болды. Мыс күтушіге емейтін болды. Мыс күтушіге беретін ақшасын жартысын берсем болды. Ой, жақсы болды ғой онда. Ма, абай. Оқас жоқ, мен қазір келем. Мен келгенше Таусоғар қарай тұрады, жарай ма? Мен қазір. Қысқасы осылай болды. Зуткин. Бизнестерің іске аспайтын басындақ білген еді. Не болып қалды Таусоғар? Жоқ іште. Иә. Мысығым сен қонақ бөлмеде күтіп отыр. Иә, қарап берем ғой. Жүр алып барам. Жігіттер, есептедің ақшасын сатам деп, такададан оңбай таяқ жедім. Ал менің болса бір беляшимді өтпеді ғой. Ақыр соңында барлығын өзім тауысыма тура келді. Ал мен интернеттің мысығын ақша қарап берген сияқты болып қалдым. Енді сол жайтты ойласам, кәріге тесік таппай қалам. Бизнес па пацанский. Жалпы шығын 2000 теңге. Ал пайда Мегамолстың көзіндегі фингал. Тоқшылықтың көп беляши жеп, ішінің ауырғандығы, және Таусоғардың ятқа қалуы. Ал бизнестің ұзақтығы бір күн ғана. Ой, жігіттер, не тұрсыз, жұмысқа кірсек? Негізі жігіттер 700 теңгеде жақсы ақша ғой. Иә. Зато адал ақша, адал жұмыс. Аттеңай тек тоқшылықтың түскасын уайымдап тұрғанындай 700 теңгеге тояма ол. Әй, жігіттер қойындаршы, мынандай беляши жеген соң 2-3 күн тамақтың бетіне де қараймайтын шығар. Жігіттер, мен сендерге айттым ғой, арам ақша алысқа апармайды деп. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның. 10 беляшиге. Ей, кіленбей болады. Кеттік достар.